Бүгінгі видеода саған бір нәрсе айтамын. Есту қиын, мойындау оңай болмаса да. Осы уақытқа дейін сен біреу үшін өмір сүрдің. Энергияңды басқаға бердің. Оның сені мойындағанын күттің. Барыңды салдың. Бірақ саған қайтарымы болмады. Энергия таусылды, төзім таусылды. Осының барлығы сізді қажытып жіберді. Адамда сондай бір кезде бір ерекше сезім болады. Бәлкім басыңнан өткен шығар. Менің басымнан өтті. Ауа жетпей, кеуде тарылып, ешкіммен сөйлескің келмейтін кез. Бәрін тастап кеткің келетін, оқшауланғың келетін кез. Дәл осы уақытта саған адамдардың ойы қызық болмай қалады. Олардың сені мақұлдауын күтпейсің. Адамдардың алдында ақталуды қоясың. Ең маңызды қарым-қатынас ол өз-өзіңмен қарым-қатынас. Соны түсінесің. Қалған қарым-қатынас екінші орында. Дәл осы уақыт тыныштықта келеді. Бірінші, сені дайындайды. Үлкен өзгеріске, жақсы өзгеріске дайындайды. Дәл осы уақытта сен бір іштей өзгеру керек екенін түсінетін боласың. Мүмкін сен оны депрессия, стресс деп ойлап қаласың. Бірақ та бұл үлкен, ауқымды өзгеріске алып келетін кезең. Бір фазадан екінші фазаға өтетін кезең. Өзімнің басымнан өткен жағдайдан, қалай бұл жағдайдан шықтым, сол туралы айтайын. Дәл осы кезде мен не істедім, қалай түсіндім, соны айтайын. Алла өзі ойға салады екен. Тек қана тыныштықты қалап тұрған кезде сен түсінесің саған не керегін. Тыныштықта отырасың, ойыңнан барлығын шығарып тастайсың. Бір өзің отырып, өз-өзіңе мен кіммін, мен не істеп жүрмін, мақсатым не деп сұраған кезде, сол кезде саған жауаптар келе бастайды. Және де өзгеремін деп ниет еткен кезде алдымнан барлық керекті жағдайлар, керекті дүниелер шыға бастады. Өзгеремін деп ниет еттім. Және де ешкімге айтпадым. Жай ғана жаратушымен тілдестім. Дұға еттім. Аллахым, мен өзгеремін деп қаққан есікті аша көр. Ниетімді қабыл ете көр. Ұзақ тілдестім. Таңертең тұрғанда, жұмысқа барар жолда, қайтар жолда, ұйықтар алдында міндетті түрде Аллаға дұға еттім. Ішімдегі өкпе-ренішті шығарып бер дедім. Сенесіз бе? Жайлап бірден емес, жай-жай уақыт өте келе, қалай екенін білмеймін, бірақ реніш ұмытыла бастады. Көңілім орнына түсе бастады. Қаншама жыл жаныма жара салған адамға деген реніш басыла бастады. Жамандық тілемейтін болдым. Айналада болып жатқан келеңсіз жағдайларға мән бермейтін болдым. Осы уақытқа дейін не үшін қажып шаршап жүргенімді түсіндім. Мойындадым. Иә, жек көремін, ашулымын, ренжулімін деп мойындай алмай жүрген сезімдерімді жаратушыға мойындап, жылап айттым. Әлсізбін дедім. Таңда ешкім оянбай отырған уақытта өзім жалғыз өзім отырып ойлана бастадым. Күнде сұрақтар қойып, жауап іздей бастадым. Сол сәттен бастап жауаптар келе бастады.
қателіктерімді түсіне бастадым және сол қателіктен сабақ алып жұмыс істей бастадым. Энергиямды тек пайдалы дүниеге жұмсай бастадым. Өзімнің қадамдарыммен бөліскім келіп отыр. Өзгеруге деген ниеті бар жандар болса, сол кісілерге кішкене болсын, бір қадам болсын, көмек болсын деген ниетпен өзімнің қадамдарыммен бөліскім келеді. Таңертең ерте тұрып медитацияның әуенін қосып қойып, ойымды жинақтадым. Бірінші барлығын мойындадым. Қиын болды. Өзімді тыңдағым келмеді. Ол сезім тәкаппарлық. Сонда да тоқтамау керек. Содан соң дұға жасау, салауат айту, зікір айту, садақа беру. Садақа міндетті түрде көлемді емес, 100 теңге болса да садақа беру. Энергиямды алатын жағдайлардан алыстай бастадым. Өзіме ұнамайтын ыңғайсыз ортадан алыстай бастадым. Әрине, адамдарға бірден араласпаймын деп айта алмайсың. Жай ғана қарым-қатынасты азайтасың. Әлеуметтік желіде көп отырмау. Кері әсер ететін ақпараттардан алыс болу. Содан соң тамақтануды дұрыстау. Кешкі 6-дан соң ас ішпеу, суды көп ішу. Дәрігермен ақылдасып, керекті дәрумендерді қабылдау. Спорт. Кемі 30 минут жаяу жүру. Бар фокусты өзіңе, денсаулыққа, жұмысқа, балаларға қою. Тез байығың келсе, фокусты дұрыста. Күнделік жаз. Ішіне не жазғың келсе, соны жаз. Шүкіршілік дәптерін арна, армандар жазатын дәптер арна. Мақсатыңа, кіріс шығыс дәптеріңді жазып жүр. Күнделікті жаз. Содан соң оны жазғаныңды күнделікті оқып қайтала. Осы жай ғана қарапайым қадамдардан бастап көрші. Өзгерісті үнсіз ғана баста, ешкімге айтпа. Ешкіммен алыспа, ештеңе дәлелдеме, өзіңді ақтама. Өз әлеміңде бол, өзіңді сыйла. Сонда нәтижеге тез жетесің.